достар, сәлем Түркістаннан. Біз енді бүгін қонақ болып Түркістан қаласына келіп отырмыз. Мынандай кереметтей апайға жолықтық. Перникүл апай, Түркістан қаласының тұрғыны, қазір өзінің біздің клеточное питание компания Биопиктің жасушалық өнімдерін ішемеген. Өзінің нәтижесін айтып береді. Мен осы сентябрь месінде осы алдында қанша болып қалды, біраз ай болып қалды. Аяғым сынды, ет тоғым, бірде сынды. Bir жыл болып қалды. Әлі бір жылдан бері әлі көңіл азабы қалмады. Еден больница жаттым, Ташкенттің больницасына жаттым, өзіміздің ауылдың больницасына жаттым, санитасқа жаттым. Әйтеуір қыздар небір дәрілер әкеліп, бәрі әсер етпеді. Уақытша бәрі болады да, қайтадан аяғым ұйып қалып жүре алмай қалады. Неге де жүре алмаймын жаңағы. Неге отырсам жаңағыдегі автобуста отырсам түсе алмай қалады, таяқпен алады. Сөйтіп жүрген кезде осы қызым осындай деп айтты, 58-дің шықты, мама ішсеңізші деді. Сосын мен ондайда қатты сенемді, мақұл деп қызыма алдырып, қызым берді ғой жаңа. Соны іштім, содан ішкеннен бері таяғымды ұстамайтын болдым. Аяғым білмеймін, жақсы болды. Қанша уақыт болды? Бір ай болып қалды. Бір айдың ішінде жаңағыдай жақсы нәтиже көріп жатырмын мен. Жақсы болып қалдым. Сол енді сендерге келдім ғой тыңдауға.